Қазақстан Республикасының экс-президенті Назарбаевты көпшілік алдында қорлау және оның абыройы мен қадір-қасиетіне өзге адам қол сұғатын болса, Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының заңды қызметіне кедергі жасау деген 373 бабы бар. Әділет министрі Қанат Мусин бұл баптың алынып тасталынатынын айтты. Конституция бойынша Қазақстан Республикасының президенті тек қана мемлекеттік измена үшін жауапқа тартылады. Тек қана соны. Министр мырза, мына қыздарын, күйеу балаларын жауапқа тартуға болады ма қазір? Болады. Болады, иә? Мысалы, Дариға Назарбаевна, Алия Назарбаевна. Мен оны айта алмаймын, бірақ Конституция бойынша тек қана президент туралы айтылады. Олардың Жұбайы, олар кірмейді. жұбайы, жанұяның мүшелері кірмейді. Сосын мына жауапқа жауап берді. Бұрын қазіргі тұңғыш президент бойынша, заң бойынша қорғалмайды. Мысалы қараңызшы, жақсы экс-президент мысалы да, президент қандай да бір адамның өліміне себепкер болды дейсің. Сонда да қылмыстық жауапкершілік Президент, егер ол қылмысты енді мысалы бір кісінің өліміне себепкер болды дейді мысалы. Жоқ, жалпы айтып жатырмын, мен бір кісіге қатысты айтып жатқан жоқпын. Президент кезінде мен сізге Конституциясының нормасын талқылап бердім сізге.